Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Өте оңай әрі дәмді салатты әзірлейтін боламыз. Бірінші шұжықты осылай үш бұрыштап турап аламыз. Бұл салатқа өзіңіздің талғамыңызға қарай охотничий шұжық немесе тауық етін, сиыр етін таңдап жасай беруге болады. Келесі кезекте сыр. Оны да үш бұрыштап турап аламыз. Салат жапырағын қатты ұсақтамай турап аламыз, немесе қолыңызбен үзіп салсаңыздар да болады. Келесі кезекте қызанақты турап аламыз. Қызанақтың ішкі жағын дәндерімен қоса осылай алып тастаймыз, салатқа суы шықпау үшін. Чечил сырын осылай жіңішке қылдырып бөліп аламыз. Таза ыдысқа барлық ингредиенттерді саламыз. Туралған шұжық 200 грамм, сыр 100 грамм, қызанақ 2 дана, салат жапырағы, кукуруза 150 грамм, тұздалған қияр корнишон, майонез 1,5 ас қасық, тұз дәміне қарай және қара бұрыш. Жақсылап араластырып аламыз. Салатты ыдысымызға салғаннан кейін үстінен әдемілеп чечил сырымызды орналастырамыз. Салатымыз дайын болды. Дастарханымыздың сәнін келтіреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің 10 минуттан артық уақыттарыңыз кетпейді. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіз, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.